Қайырлы күн, құрметті әлеумет. Бүгінгі таңда қазақ тілінің өз мәртебесіне сай, еліміздегі қоғамдық қатынастардың барлық салаларында кеңінен қолданылуына әсер ететін мәселелердің бірі уәкілетті органдардың қылмыстық істі жүргізудегі мемлекеттік тілдің қолданысына кеңірек тоқталмақпын. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 30 бабында сот ісін жүргізу тілінің тәртібі нақты былай деп көрсетілген. Қазақстан Республикасында қылмыстық сот ісін жүргізу қазақ тілінде жүргізіледі. Сот ісін жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал қажет болған кезде басқа тілдерде қолданылады. Екінші бөлігінде қылмыстық процесті жүргізетін орган істі орыс тілінде немесе басқа тілдерде жүргізу қажет болған кезде сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді қаулы шығарады. Яғни бұл дегеніміз, қылмыстық процесті жүргізетін орган кез келген қылмыстық істі әуел бастан тек мемлекеттік тілде жүргізу керек деген сөз. Тек қажет болған жағдайда ғана сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді қаулы шығарылуы мүмкін. Сонымен қатар, күдіктіге немесе айыпталушыға оның сот ісін мемлекеттік тілде жүргізу туралы құқығы жан-жақты түсіндірілуі қажет. Өкінішке қарай, көп жағдайда тергеу органдары қылмыстық іс жүргізу тілін орыс немесе басқа тілге өзгерту туралы уәжді қаулы шығармай тұрып, істі орыс тілінде жүргізіп, жоғарыда көрсетілген заң нормаларының бұзылуына жол беріп жатады. Осының салдарынан қылмыстық істерді қарауда мемлекеттік тілдің қолданыс аясы әлі де болса кеңеймей отыр. Статистикаға келетін болса, Ақмола облысы соттарымен мемлекеттік тілде қаралған барлық қылмыстық істер 2018 жылы 4,4%-ға, 2019 жылы 5,4%-ды құраса, 2020 жылдың 6 айының өзінде 4,5%-ды құрады. Ал Ақмола облысының Астрахан аудандық сотымен 2019 жылдың 12 айында бірде-бір қылмыстық іс мемлекеттік тілде қаралмаған. Бірақ 2020 жылдың 6 айының өзінде мемлекеттік тілде қаралған қылмыстық істер 4,9%-ды құрап, мемлекеттік тілдің қолданысы едәуір өсті. Мемлекеттік тілдің Ақмола облысына қарасты заң саласында қолданылуының осылайша сәл де болса өсуіне Ақмола облыстық сотының бастамасымен облысымыздағы барлық соттардың мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге бағытталған іс-шараларды жүйелі түрде өткізуі зор ықпал етті деп есептеймін. Яғни Ақмола облысының соттары құқық қорғау мемлекеттік органдар мен өзін-өзін басқару салаларының басшылары, олардың өкілдерінің қатысуларымен дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізулерінің, сондай-ақ сотқа келіп түскен қылмыстық істер бойынша алдын ала сот отырысын өткізу арқылы сотталушының конституциялық құқы болып саналатын ана тілін пайдалану құқығының бұзылмауын қадағалау барысында атқарылған шаралар арқасында мемлекеттік тілде қаралып жатқан істердің үлесі күн санап өсуде. Десек те, қылмыстық істі жүргізудегі мемлекеттік тілдің қолданысы айтарлықтай көтерілмей отыр. Оның себебі ең бірінші құқық қорғау органдарындағы кадр мәселесі. Екінші, ұлты қазақ азаматтарының өз ана тілінде құқығын қорғаудағы талапсыздығы, табансыздығы. Мәселен, көптеген жағдайларда тергеу амалдарын жүргізуші тұлға мемлекеттік тілді өз жетік білмегендіктен, немесе ол қылмыстық іске қатысушы басқада кейбір азаматтар мемлекеттік тілді меңгермеген деген желеумен алдын ала тергеуге аудармашыны қатыстырып, өзіне тәуелді айыпталушылардан астыртын мәжбүрлеумен істің орысша жүргізілуін қалаймын, орыс тілін жетік білемін деген сынды арыз алады да істі орыс тілінде жүргізеді. Күдіктінің немесе айыпталушының қай тілді жетік білетіні сұралмайтын жағдайларда кездеседі. Ал енді осындай бұзушылықтар орын алған жағдайларда сот қылмыстық процестік кодексінің 320, 321, 322 баптарының талаптарына сай сотталушылар қазақ ұлтының тұлғалары болған кезде істі сот өндірісінде қабылдау барысында жоғарыдағы айтылған мәселелерді жан-жақты анықтап, тиісті бағасын беріп, нақты шара қарастыру керек деп есептеймін.